Арма қазағым, жақын арада Алматыда бір блогерді 10 күнге абақтыға қамап тастаған екен. Ол блогер не істеген дейсіз ғой? Ол блогер даланы сыпырып жүрген жұмысшыларға тиісіп, соларға дөрекі көрсеткен. Содан кейін оны қоғамдық эксперимент деп жариялап, видеосын өзінің парақшасына салған екен. Содан кейін оның видеосын біздің полицейскийлеріміз нелеріміз көріп, оны соттапты 10 күнге. Содан тағы да бір блогерді Жамбыл жақта агрессивті жарнама жасаған үшін оны да 10 күнге қамаған екен, қамауға алған екен. Менің ойымша, ондай блогерлерді шынымен қамауға жөнді деп санаймын, себебі өте көп болып кетті осындай блогерлер. Мәдениетті жерге тастап, шеттен шығып, жаңағы көрерменге жағымды болам, көп көрерменді жинаймын деп провокация түрлі нәрселерге барып, енді ақылға сыймайтын нәрселерді істеп жатқан сондай блогерлерді жауапқа тарту керек деп ойлаймын. Осы тиктокта көрген едім бір блогерді, ол Қазақстанда болған жоқ, енді Ресейде болып жатқан жағдай. Қыз келіншектердің артынан келіп ұрып, сөйтіп оны әзіл деп түсіріп, сөйтіп жатқан блогерлер. Ондай блогерлер, енді біздің де ақылдары аз, ойлары шолақ блогерлер сондай видеоларды көріп, ондайды осы Қазақстанда да қайталайды деп ойлаймын. Және ондай нәрселерді істеген кезде біздің мемлекетіміз оларды қамау керек. Басқа блогерлердің барлығына сабақ болу үшін әрбір нәрсенің шеті болады, және шеттен шығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ондай дөрекілік, пасықтық, мәдениетсіздікті таратуды, әсіресе мынандай желіде, тикток, жасөспірімдер отыратын, үлкен кісілерде отыратын, адамдар отыратын жерлерде ондай дөрекілік нәрсені көрсетудің қажеті жоқ деп санаймын. Ал көрсетілсе, оның барлығы жауапқа тартылу керек. Осыдан бірнеше ай бұрын мен видео көрген едім. Қазақтың жаңағы отбасы туралы, жаңағы ақша үшін тіпті өзінің туған туысын сатуға дайын деген сияқты сондай посылы бар жарнаманы. Ол жарнамаға мен енді назар аудартқым келіп еді, бірақ өкінішке орай ол видео сол несімен қалды. Аман болайық.